Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деген тақырып. Бұл бізде оқулықтың 178 бетінде тұр. Ондай болса, қандай теңдеуді біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп атайды екенбіз, соған қарайық. Ол мына түрде беріледі. АX қосу BY қосу С тең 0. Осындай екі айнымалысы бар, яғни көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде X және Y деген айнымалылар бар. Бұлар айнымалы X пен Y. Ал бұл жерде А, Б, С дегендер олар бір кез келген бір сандар. Бұлар сандар. Осы жерде екі айнымалы тұр, екі айнымалы. Және ол теңдеу. Осындай түрдегі берілген теңдеуді біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деп атайды екенбіз. Және бір шарт бар, бұл жерде А тең емес 0-ге болу керек, немесе Б тең емес 0-ге болу керек. Екеуінің осы жердегі А, Б деп тұрғанымыз екі айнымалылардың коэффициенттері. Не X-тің коэффициенті болу керек, не Y-тің коэффициенті болу керек. Сонда ғана бізде ол сызықтық теңдеуді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу болып саналады. Ондай болса, осыған бір есеп қарастырайық. Бірінші есеп. Бұл жерде 2X қосу 4Y қосу 12 тең 0. Осындай екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай мына жерде А бізде 2, Б 4, ал С 12 болып тұр. Осы теңдеуді қалай шешеміз? Ондай болса, ол деген сөз бір айнымалы арқылы екіншісін өрнектеп алуға болады осы жерде. Сонымен бұл жерден Y-ті тауып керек. Онда 4Y қалады өз орнында. Ал 12 мен 2X екеуі де теңдеудің оң жағына қарай кетеді. Көшкен кезде таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысады деген сөз. Минус 12 болып барады, азайту 2X болып келеді. Енді Y-тің алдында коэффициенттен құтыламыз. Онда Y тең 4-ке бөл жереміз бәрін. 12-ні 4-ке бөлсек минус 3 қалады, минус 12. Ал 2-ні 4-ке бөлсек 2-ден 1 қалады. Сонда 2-ден 1 X деген сөз. Міне, біз бұл жерде не алдық? Бұл жерде біз Y айнымалысын X арқылы өрнектеп алдық. Сонда мынау біздегі өрнек. Бұл қазір бізге X-ің орнына сан қойғанда керек болады. Мынаған қойғанда мына жерге кеп қойған кішкене жеңілдеу болады. Сонымен енді X-терге біз өзіміз кез келген мән бере аламыз. Бірінші X-ке біз X тең болсын, мына 2 мен қысқаратында 2-ні берейік. Сол кезде Y тең болады, минус 3, азайту 2-ден 1, көбейту 2 болады. 2 мен 2 қысқаратта, сол кезде минус 4 шығады. Өйткені минус 3 бар, азайту 1 бар, минус 4 шығады. Екіншісі, X тең, басқа бір сан берейік. Теріс сан берсек те болады минус 2-ні, немесе 4-ті бере салайын. X тең 4 болған кезде Y неше? Y тең минус 3, азайту 2-ден 1, көбейту 4. 2 мен 4 қысқарып орында 2 қалады, минус 3-тен минус 2-ні азайтсақ, онда минус 5 шығады. Яғни осы теңдеудің шешімі мына жерде. Осы 2-ні бергенде X-ке Y минус 4 болды, оны былай жазу керек. Біз нүктенің координатасын жазғандағыдай. Бірінші тұратын X-тің мәні болады, екінші тұратын Y-тің мәні болады. Міне, екіншісінде 4-ті беріп едік, ол кезде Y-іміз минус 5 болады. Осы процесс ауыспайды. Бірінші тұрған сан міндетті түрде X, екіншісі бізде Y-тің мәні. Солай ретімен жазамыз. Міне, осы тауып алған екі сандар жұбы ғой. Осы екеуі де осы теңдеудің, мынау берілген алғашқы теңдеудің шешімі болады. Апар, орнына қойып тексергенде, егер осы теңдеу тура теңдікке айналса, онда осы екеуі де осы теңдеудің шешімі болғаны. Қойып көрулеріңізге болады, тексеріп шығады. Екінші есепті қарастырайық. Екінші есепте 3 сандар жұбы берілген, осылардың қайсысы мына теңдеудің шешімі болады дейді. Ол деген сөз апар орнына қойып тексер деген сөз. Бағана айтқанымдай, бірінші тұрған сан X, екінші тұрған сан Y болады. Бізде бұл X, Y. Сәйкесінше мынау X, мынау Y деген сөз. Мынау X, мынау Y. Апар X-тің орнына X-ті қойып, Y-тің орнына Y-тің мәнін қойып, есепті шешіп көрейік. Сонда бірінші нүкте үшін көрейік. 2 көбейту 3 қосу 0, азайту 6 тең 0. Міне,
x'in орнына 3-ті қойдым, y-тің орнына 0-ді қойдым. Есептейміз. Бұл 6 азайту 6 тең 0 шықты. Яғни 0 тең 0. 0 0-ге тең ғой, тура теңдік шықты. Онда бұл есептің шешімі болады екен. Мен оның дұрыс белгісін қойып, шешімі болады. Келесі екіншісі. 4 пен минус 2-ні қойайық. 2 көбейту 4, қосу минус 2 азайту 6 тең 0. Осы жерде 8 шығады, азайту 8 тең 0, 0 тең 0. Яғни тура теңдік тағы да шықты. Онда бұл шешімде есептің шешімі болып табылады. Бұл сандар жұбыда. Үшіншісі. 5 пен минус 2-ні апарып қой дейді. 2 көбейту 5, қосу минус 2 азайту 6 тең 0. Мына жерден 10 шығады, азайту 8 тең 0. Онда 2 тең 0 дейді. 2 0-ге тең емес қой. Ондай болса осы жерде бұл үшінші сандар жұбы есептің шешімі болмайды. Бұл болмайды екен. Бізге тап деген қайсы есептің шешімдері болады? Біріншісі мен екіншісі осы теңдеудің шешімі болады екен. Осылай орнына қойып тексереміз. Келесі мынандай түрдегі есептер беріледі екен. 7 2 дейді. Шешімі 2 мен 2-де y деген шешім болса дейді, мына теңдеудің шешімі болса, ондай болса бізге y-ті тап дейді. Y тең қанша деген есеп болды. Мынау бізден номер 3-ші есеп болсын. Ондай болса бізде осы шешім жаңағыдай берілген сан бойынша орнына қой деген сөз. Қойып теңдеу шешеміз. X-іміз бізде 2 болып тұр, y болып қалып тұр екен. Апарып орнына қоям, теңдеудің шешімі болды деп тұр ғой. 7 көбейту 2, қосу 2 y-тің өзі қалады, азайту 14 тең 0. Бұл жерде бір белгісі бар, теңдеу айналғалы тұр. Мына жерден 14 шығады, қосу 2y, азайту 14 тең 0. Енді осы жерде 14 пен 14 қарама-қарсы сан болғандықтан бірден жойылып кетеді. Сонда 2y тең 0. Онда y тең 0-ді 2-ге бөлсек 0 шығады. Яғни бізге y-ті тап деген y-іміз міне 0 екен. Теңдеудің шешімдері дейді. Онда осы теңдеудегі a коэффициентін тап дейді. Мұнда да b коэффициентін тап дейді осы жердегі. Онда болса теңдеудің шешімдерін орнына қоямыз. a көбейту минус 3, қосу 3 көбейту 4, азайту 6 тең 0. X пен y-тің орнына кеп, өз мәндерін қойдым. Енді арай амалдар орнады. Минус 3a қосу 12, азайту 6 тең 0. Минус 3a қалады. 12-ден 6-ны азайтсақ 6 қалады. Олар жаққа минус 6 болып өтеді. Минус 6-ны минус 3-ке бөлгенде 2 шығады. A-ның мәнін тап деген A-мыз бізде 2 шықты. Келесі есеп. Бұның мәнін тап дейді. Тағы апарып орнына қоямыз. 6 көбейту 0,3 X-іміз, қосу b көбейту y-іміз 2, азайту 2,3 бос мүшеміз бар. Орнына апарып қойдық. Енді апарып орнаймыз. 1,8 болады көбейткенде, қосу 2b, азайту 2,3 тең 0. 2 бұны өз орнында қалдырам. Тең 2,3-тен 1,8 азайтқанда 0,5 минус болатын. Ол ар жаққа плюс 0,5 болып өтеді. Бұны табу үшін, яғни 0,5 деген ол бізде 2-ден 1, 2-ден 1-ді 2-ге бөл дейді. Бөл деген сөз 2-ден 1-ге көбейт деген сөз. Сонда шешім b тең 4-тен 1, немесе 0,25. Бізге тап дегені бұл болатын. Бізде 4-тен 1, немесе 0,25 екен.